Енді бұның бір қызығын қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жіберілгенге дейін сол қоғамда адамгершілік тұрғысынан ең кемел, мол тұлға ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болатын. Осыны бүкіл меккеліктер мойындайтын. Қараңыздар. Сол заманда пайғамбарлық келмей тұрған кезде іштеріндегі ең сенімді кім десе, барлығы бір ауыздан Мұхаммед, Абдулланың ұлы саллаллаху алейхи ва саллям. Ең шыншыл кім? Мұхаммед. Ең жомарт кім? Мұхаммед. Ең бәріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді жаңағы қоғамдық сана сезіміне қарсы келетін нәрсені сөйлеп қабет, ақиқат. Сен жындысың, сөз өзгеріп кетті мүлде. Соқтан кейде сіздің қасыңыздағы бір досыңыз да сол көңіліңіздің қалауы үшін дос болып жүрген екеуі білмейді да. Мысалы бір екі адам болсын, екі адам мысалы жаңағындай діннен, намаздан әлі алыс күйде жүрді, бірге жаңағындай ішіп қояды, осындай бір жолда жүріп қояды деген. Сөйтіп Алла Тағала соның біреуіне хидаят бере жіберсе, ол не дейді, енді мен бара алмаймын дейді оған. Мен намазым бар, мен ішуге болмайды. Өй, сен де өзің деп, анау өзгеріп жатыр. Сонда осы күнге дейін өтірік достық болған ғой екеуінің арасында. Көңіл қалаудың достығы, ләззаттың, кайфтың достары да болды. Қашан ана жақтан шықпай қалды, өй, мынауың да молда болып жарайды, кетіп қалды. Сенен түк шықпайды екен деп кетті. Сол кезде көрсетеді Алла Тағала. Көңіл қалау үшін дос болып жүрген нәрселерді. Сол секілді адамгершілігі мол екенін тани тұра, Алладан басқа тәңір жоқ, ақырет хақ, Раббыларының алдына қарасыңдар деген сөзден басқа сөзді сөйленбеді өзі негізі. Ол сияқты нәрсе өзі болды. Сол нәрсеге қарсы келді олар. Сөйтіп сөздері өзгеріп кетті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы. Бұндай Алла Тағала жалғыз деген сенім жайлы біз соңғы милләтта естімеппіз. Сондай-ақ тағы бір түсіндірмесінде, мына өзіміздің соңғы аталарымызда, біздің алдымыздағы аталарда, оның алдындағы аталарда, соңғы буындарда біз естімеппіз бұны. Біздің көргеніміз тек қана осы Қағбаның қасында тұрған бұттар. Міне. Осындай нәрселерді келтірген. Сосын сөздерін мынандай сөзбен аяқтайды екен олар. Ин хаза илля ихтилақ. Мына Мұхаммедтің сөйлеп жүрген нәрсесі, саллаллаху алейхи ва саллям, бұл тек қана ойдан шығарылған нәрсе дейді. Енді ұсталады қазір, қараңыздар. Сөзге қайшы келіп қалады дедік қой жаңа. Бұл өтірік нәрсе, бұл бос нәрсе. Өстіп, не себепті айтып атқан бір ауруын нашарлады қазір. О жерде тәкаппарлық, тағы да басқа аурулар бар ғой. Енді көре алмаушылық, қызғанушылық деген ауру бар екен адам бойында. Көре алмай қалу, қызғанып қалу деген нәрсе. Мысалы, сіз бір адамды жақсы деп сөйлеп жүресіз да, сосын бір күні сізге ол адамнан хақыңызға зиян тиіп кетсе, сосын келіп біреулер сізден тағы да сол адам сұраса, жақсы деп айтамайсыз. Көріп, ауру бұл. Мұсылманның жан дүниесінде болмау керек бұл қасиеттер. Адамдардың өмірі, тағдырына араласасың да, сен бүлдіресің көп нәрсені. Әрине, Алла Тағаланың қалауымен тиеді бүкіл зиян. Бірақ сонда да мұсылманнан шықпау керек ешқашан ол нәрсе. Сізге бір мансапты алғыңыз келіп жүрді да, соған үміттеніп жүрдіңіз ба? Сосын мансапты басқа біреуге бере салған кезде, сіз егер өзгеріп бастасаңыз былай, осы күнге дейінгі намаздарың мүлде тәрбиелемеген деген сөз сізді. Сен әлі де дүниенің құлы екенсің ғой деген нәрсе жатыр да. Сені бір дүние қолыңа тимей қалса, қозғап жүреді екен ғой. Қараңыз. Жүрек. Салмақ жоқ, ақиқаттың адам екендігінде өзіңіз ойлаңыз. Сондай жағдайларды байқау керек та. Раббым, мен түсіндім деген нәрсе тұру керек сізде әрдайым.